Қытайда ғана ұлы қабырға бар деп ойлауды доғарыңыз. Тағы бір ойланып көріңіз. Ұлы Еділ қабырғасы Қазақстанның өзіндік көне кереметі. Неліктен маңызды екенін қазір айтамыз. Қуатты Еділ бойымен шақырымдарға созылған Ұлы Еділ қабырғасы 1000 жылдан астам тарихы бар. Тарихшылар оны үлкен қорғаныс бөгеті деп есептейді. Көшпелі тайпалардың шабуылынан қорғауға арналған сау жолдарын шапқыншылықтан қорғауға арналған. Осы топырақ иінділерін күзетіп, саудагерлердің өтуін бақылаған, саяхатшылардың өтуін бақылаған көне жауынгерлерді елестетіңіз. Ғасырлар бойы қабырға империялардың көтеріліп, құлағанын көрді. Оның қалдықтары әлі күнге дейін шайқастардың тарихын сыбырлайды. Оның қалдықтары одақтардың тарихында айтады, және Еуразия шекарасындағы өмірдің тарихын. Бүгінде Ұлы Еділ қабырғасы төзімділік пен тарихтың қуатты символы. Өткен шақ бізге көрінгеннен де жақын екенін еске салады. Келесі жолы көне кереметтер туралы ойлағанда, Еділдің де өзіндік құпиялары бар екенін ұмытпаңыз.